Барлығына сәлем достар. Етіктегі мысық 2. Последнее желание мультфильміне шолу жасаймын. Подписка батырмасын басып, каналға қолдау білдіріңіздер. Мұның бәрі көптеген жанкүйерлердің алдында аты аңызға айналған етікті мысықтың сахнаға кіруінен басталады. Жұрт оны қорықпайтын батыр деп санайды. Ол бетін басып өткен бала ешқашан жуынбауға уәде береді. Үлкен шоу губернатор олардың сөзін бөлгенше жалғасты. Мысық оның үйінде спектакль ұйымдастырған екен. Қарт ашуланады. Ол етік киген мысықтың басына келуге бұйрық береді. Бірақ қорықпайтын аңыз үшін бұл кезекті ойын-сауық. Мысық көрермендерді от шашумен қуантуды шешті. Ол тіпті алып орман гигантын оятты деп күдіктенбейді. Олар адамдарды кейінірек тойып алуға жинайды. Бірақ етік киген батыр құтқаруға асығады. Құдіретті алпауыт абыроймен күресті. Бірақ бәрібір мысық жеңіске жетті. Қала тұрғындары мысықтың батылдығы туралы есінен танған. Ол өзі туралы ән айтуды шешкен кейіпкер. Кенеттен үлкен қоңырау дәл үстіне құлады. Ол емханада оянады. Онда ерекше ветеринар оның шытырман оқиғаларын ұмытуға кеңес береді. Мысық өлімнен қорықпайды және оның бетіне күледі. Мысықтың 9 өмірі бар, бірақ ол өлімге аз қалған барлық жағдайларды еске түсіргенде. Тұрақ қанша өмір қалды? Бірінші бұқадан қашқанда, екінші құмар ойын ойнағанда, үшінші биіктіктен секіргенде, сонымен 4-ші, 5-ші, 6-ші, 7-ші, сонымен соңғы 8-ші. Ветеринар оған кәрі кемпірдің мекен-жайын беріп, оған жақсы қарайтынын айтады. Мысық күліп, ол сияқты батыл ешқашан қорықпайтын батыр үй жануары болуы мүмкін емес деп айтты. Түнде мысық бейтанысты кездестіреді. Ол оны менсінбей әдеттегі қарақшы деп ойлайды. Бірақ мысықты оп-оңай жығып салады. Мысық бірінші рет үлкен қорқынышты сезінді. Қарақшы мысыққа шпагасын итеріп жібереді. Етікті мысық қорқып қашып, дәретхана құбыры арқылы шығып кетеді. Ол соңғы өмірін қорқылмас үшін аңызға айналған киімдерін көміп тастайды. Ветеринар берген мекен-жайдағы кемпірге барады. Осы күннен бастап батыр мысықтың өмірі өзгерді. Алғашқы күндері қиналып, тамақ ішіп отырып, тағы бір сөйлей алатын мысықты кездестіреді. Негізі ол Джерри деген күшік. Оған отбасы керек болғандықтан мысық болып киініп алған. Мысық онымен дос болғысы келмей, соңғы өмірін тыныш өткізгісі келеді. Джерри оны жалғыз адал досы деп ойлайды және артынан мүлдем қалмайды. Өкінішке орай оның қарсыластары азайған жоқ. Оны алтын шашты қыз және 3 аю іздеп тауып алды. Олар мұндай әлсіз мысықтың аңыз батыр болуы мүмкін емес деп ойлайды. Кейін олар мысық киімді жерлеген жерді тауып, мысықты өліп қалған деп ойлайды. Олар мысықты карта арқылы жұлдызды табу үшін іздегендері белгілі болды. Жұлдыз кез келген арманды орындайды. Сол үшін мысық 9 өмірін қайтарып алғысы келді. Қайта аңыз киімдерін киіп жолға шықпақшы. Джерри онымен бірге барғысы келеді. Бірақ етікті мысық әрқашан жалғыз. Карта қатыгез жігіттің қолында екен. Ол адамда барлық сиқырлы заттар бар. Енді оған арман орындайтын жұлдыз қажет. Мысықтың картаға қолы жетіп, танысы қара мысықты кездестіреді. Олар картаға таласып тұрғанда алтын шашты қыз және 3 аю кіріп келеді. 2 мысық қашып шығып, оларды Джерри құтқарады. Көп жанкүйерлерінің арасынан қара киімді қарақшыны көріп қалады. Қатыгез Джек картаны қайтару үшін сиқыр қолданбақшы. Картадан жұлдыз орналасқан орманның оқиғасы шығады. Ол жақтан ешкім тірі қайтпаған. Олар арманға таласып жатқанда Джерри өмірдің керемет екендігін айтады. Себебі енді оның достары бар. Қара мысық күшікке сенбейді. Олар портал арқылы қорқынышты орманға келіп жетті. Мысықтар тағы арманға таласты. Ал Джерри олардың сүйкімділігінен талып қалды. Картаға қолдары тигенде жол кедергілерге толы болып өзгерді. Ал Джерридің жолы өте керемет. Олар 3 аюды көріп, бірінші кедергіден өтуде. Қара мысық гүлді кесіп тастады. Гүлдер екеуін де қозғалыссыз етіп ұстап алды. Ал Джерри гүлдерге тамсанып, керемет иісін сезеді. Достарына гүлдерге мейірімді болуын сұрап, олар кедергіден өтеді. Джерри өзінің өмірі жайлы айтып береді. Ол кішкене кезінде оның достары оны қапқа байлап, өзенге ағызып жіберген. Джерри тым мейірімді. Ол достары онымен жай ғана ойнағысы келді деп ойлайды. Джек гүлдермен кедергіге жетті, бірақ ол мейірімділіктің не екенін білмейді. Сол үшін барлық гүлдерді өртеп жібереді. Мысықтар демалатын өзенге келіп жетті. Қара мысық батырды бұрынғы қалпына келтіріп, Санта-Коломадағы сатқындығын есіне түсіреді. Бірақ ол ренжімегендей болып, ағаштың орнына пышақ берді. Джерри қарақшының қолына түсіп қалып, сол мезетте 3 аю келіп қалады. Шайқас уақытында етікті мысық қарақшыны көріп қорқыныштан достарын тастап кетеді. Оның жүрек тоқтап қалардай болғанда, оны Джерри тыныштандырады. Мысық соңғы қалған өмірі жайлы айтып береді. Джерри қара мысық көмектесетініне сенімді. Бірақ етікті мысық қара мысықты Санта-Коломада үйлену кезінде тастап кеткен. Мысық бәріне өкінеді, бірақ бәрі кеш. Қара мысық бәрін естіп, оның мойындағанын қалайды. Бұл уақытта алтын шашты қыз және 3 аю карта арқылы үйге келіп жетті. Карта қызға бақытты болу үшін барлығы бар екенін көрсетпекші болады. Бірақ ол үшін аз. Етікті мысық қара мысықтан кешірім сұрады. Ол оны кешірді және сол күні ол да үйленуге келмеген
екенін айтты. Ол өзін ғана жақсы көретін күйеуді қаламаған, бірақ бары өзгерген сияқты. Олар үйді тапты. Қатыгез Джек жоспар ойлап тапты. Етікті мысық картаны тартып алды, бірақ оған қарап қойғаны үшін жұлдызға апарар жолы өзгерді. Ол кедергімен жалғыз қалды, ал Джерриді тағы ұстап алды. Күшік қызға таң қалады, себебі оның достары отбасы бар. Оған тағы не керек болды екен? Оларға күшік ұнап қалды, бірақ қара мысық күшікті алып кетті. Ал етікті мысық өзінің 8 өмірін көріп, жұлдызға баруға ынталанады. Елестер оны қара мысық пен Джерриді ұмытып жалғыз жүруін айтады. Етікті мысық оны қаламайды. Қорқынышты қарақшып қайта пайда болды. Ол мысықтың 8 өмірін алған өлім екен. Ол әрдайым күліп жүрген, осы жолы қатты қорқады. Мысық бар күшімен қашып кетті, ал өлім оның артынан қалмайды. Алтын шашты қыз 3 аюға нағыз отбасы армандайтынын айтады. Аюлардың жүрегі жаралы, бірақ олар қыз үшін барлығын жасайды. Қорқыныштан есін жоғалтқан етікті мысық жұлдызға жетіп арманын айтпақшы, бірақ қара мысық пен Джерри келіп қалды. Ол сүйіктісінің сатқындығынан көңілі қалып кетіп барады. Қарақшылар және 3 аю келіп шайқас басталды. Алтын шашты қыз картаны ұстай бергенде бір аю қақпанға түсіп өлім аузында тұр. Аюлар оған көмектесе алар емес, бірақ алтын шашты қыз бауырын аман алып қалды. Карта қарақшы Джекте. Қара мысық оны сиқырлы сөмкеге қамап қойды. Карта Джерридің қолында. Ол етікті мысыққа апарып берді. Өлім келіп жетті. Айналаны отқа орап, ол мысыққа шпагасын беріп, жанын алуға дайын. Ол сүйіктісін және адал досын есіне алып, бойынан қорқыныш кетіп, қайта өз күшіне енді. Картаны тастай салып шайқасқа дайын. Ол мықты болғанымен шпагасынан айырылып қалды. Сүйіктісі берген пышақты алып жеңілмеді. Өлім дегеніне жетті. Ол мысықтың өмірін бағалағанын қалады. Енді соңғы өмірін жақсы өткізетініне сенімді. Мысық картаны сүйіктісіне береді, бірақ оның арманы орындалып қойды. Джек сөмкеден босатылып, үлкен көлемде оралды. Барлығы жабылып, картаны қолынан тартып алады. Картаның көзін жойды. Джектен басқасының барлығы аман қалды. Ол жұлдызбен бірге жарылып кетті. Алтын шашты қыз аюлар оның нағыз отбасы екенін түсінді. Етікті мысық соңғы өмірін сүйіктісімен өткізетініне қуанышты. Губернатор ашулы, себебі оның кемесін мысық алып, жақындарымен жаңа саяхатқа аттанды.